Қора тазалау керек ме? Барамыз ғой. Қора тазалау керек. Мен барамын. 5 мың теңге берейін. Болды. Бір адам? Барасыз ба? Келіңіз. Өзіңіз кішігірім таныстырып өтсеңіз аға. Жасыңыз нешеде? Жасым 41-де. Ісіңіздің болсын. Абылай болады. 5 мың теңге десең ешкім бармайды ғой негізі. Бірде жоқ. Уже 3,5 болды, 4 болып жатыр. Бүгіндікке шықтыңыз ба, шықпадыңыз ба? Шықтым жұмыс. Таңертең шықтым, содан бері тұрмын. Бармадыңыз ба әлі? Питакта тұрғанда айына қанша теңге тауып жатсыз негізі? Ойна арқалай енді 200-250. Негізі бір күнде қанша табыс табасыз? Ең көп қанша теңге табыс тауып көрдіңіз? 20 мың. Ал ең аз тапқаныңыз қанша болды? 5 мың. Ең азын түсініп тұр, емсіз сондай. Өзіңіздің қанша бала шағаңыз бар? 4 балам бар. Әйеліңіз бар, Аллаға шүкір. Әйелім бар. Әйеліңіз жұмыс жасай ма или қалай? Баламен үйде. Квартирада тұрасыз ба әлде үйіңізде тұрасыз ба? Үйде тұрамын, үйде бар. Өзіңіздің үйіңіз бар ма? Бар. Ой, машалла. Қазір таңдайың қиын болып кетті. Қандай кісіден сұрасаң да айтыр, барлығы квартирада тұрамыз дейді. Жалпы осыға Питактағы андай жұмыс істейсіздер ғой, енді осы жердегі адамдардың бір күндік күні қалай өтеді негізі? Бізде бармай да қалады жұмыс. Бізде барасың. Жалпы аға өзіңіз қазір қандай қиыншылық бір нәрсе бар ма? Қиыншылық кредит қой сол. Қанша теңге төлейсіз айына кредит? 64 мың төлеймін. Нешін алып едіңіз ол кредитті? Жұмысым Керек болып қалады, бала шаға керек болып қалады. Аға, жалпы өзіңіз қазір обед іштіңіз ба, ішпедіңіз ба? Ішпедім, соны ішіп алсақ та екен, қамына ішпедім. Ішіп аламыз мұнда. Ішіп алайық та обед. Болды, да қазір мына жерге кіріп тамақтанып алайық бұл жерге кіріп. Мынау Раймикс деген біздің ресторанымызды. Осында кіріп, қазір біз тойып тамақтанып алайық. Бірақ бүйткіміз келіп тұрды, ақыры жеңгелерім үйде ғой, 4 балаңызды и жеңгемді де шақырып, қазір мына жерге күшті қылып сіздерге дастархан жайып берсе қалай қарайсыз? Бүгін сізге ешқандай жұмыс емес, сый құрмет көрсетіп сіздерді бүгін тамақтандырып жіберсек. Сонымен қатар жаңа сізге қанша дедік? Күніне 20 мың теңге табамын дедіңіз ғой, күндік сіздің уақытыңызды алғаным үшін міне аға қабыл алыңыз, иә? Болды, рахмет. Осы біздің Раймикс ресторанымыздың аты. Ал құрметті достар, мінекей Абылай ағамыздың бала шағасы жеңгеміз келді. Қазір осында отырып бәріміз бірге тамақтанатын боламыз. Қашан шықтыңыздар бір семейный осылай? 2 ай болып қалды уже. 2 айдай болып қалды ма? Осы жолы біз себепкер болайық. Не жегің келіп тұр, айтшы. Шашлик болды, қазір шашлик келеді бізге. Оны іздеп үйден шығып кетем. Анда-мында күнде сандалған боз әуреме. Құрметті достар, біздің Раймикс ресторанымызда қазіргі таңда 6 мың теңгеден жоғары чек жасасаңыздар, дәл осындай кез келген бір лимонад тегін жүріп жатыр. Сіздерді күтеміз. Біздің адресіміз Бәйдібек би 143А, Каспийге қарама-қарсы Ұзынағаштың центрінде орналасқан. Мінекей тамақтанып шықтық. Абылайға қалай? Жақсы ма, барлығы? Ұнады ма, барлығы? Бәрі күшті болды. Бір күндік демалыс сыйлағанымызға сіздерге шын жүректен қуаныштымыз аға. Рахмет сіздерге. Қалай, ұнады ма? Рахмет. Күшті ме екен? Сіздерге де рахмет. Сіздерге ұнағанына шын жүректен қуаныштымыз. Сіздің парақшамызға тіркеліп алыңыздар. Келіп 6 мың теңгеге чек жасап, өздеріңіз кез келген қалаған лимонадты ала аласыздар. Бақыт деген сенің бала күндерің.